Әдетте ақ түс таза, бейбітшілік, адалдық және жаңа бастамалармен байланысты. Ақ түс тыныштықты және үйлесімділікті білдіреді. Бұл түс тұрақтылық пен жан тыныштығын қалайтындарға тән. Ақ түс жауапкершілік пен өмірдегі маңызды нәрселерге назар аударуды көрсетеді. Қара түс билік, күш және беделмен байланысты. Мұндай адамдар өз пікірін білдіруге және басқаларды басқаруға қабілетті болады. Қара түс сәнділік пен талғамның белгісі. Бұл түс көбінесе элеганттылық пен жоғары статуспен байланысты. Қызыл түс энергия, күш-қуат және қозғалыстың белгісі. Мұндай адамдар белсенді, ынталы және өмірге деген құштарлықтары жоғары болады. Қызыл түс сүйіспеншілік пен құмарлықтың символы. Қызылды жақсы көретін адамдар көбінесе сезімтал, ашық және эмоционалды болуы мүмкін. Сары түс жарықтық пен қуаныштың символы болып табылады. Мұндай адамдар әдетте позитивті ойлайды, өмірге қуанышты көзқараспен қарайды және қиындықтармен күресуге ынталы болады. Танымдық белсенділік, аналитикалық ойлау және мәселелерді шешуде жоғары қабілеттермен байланысты. Бұл түске көбінесе білімге ұмтылатын адамдар тән. Көк түс тыныштық пен үйлесімділікті білдіреді. Мұндай адамдар әдетте сабырлы, күйзеліс пен стресс жағдайларында өздерін ұстай біледі. Сондай-ақ жан тыныштығын іздеуге бейім болады. Көк түс сенімділік, адалдық және тұрақтылықты білдіреді. Мұндай адамдар әдет өз сөзінде тұратын, жауапкершілікті сезінетін және басқаларға сенімді болатын тұлғалар. Жасыл түс табиғатпен тығыз байланысты және табиғатқа жақын адамдарды бейнелейді. Мұндай адамдар әдетте тыныш, сабырлы және қоршаған ортаға қамқорлықпен қарайды. Үйлесімділік пен тепе-теңдікті білдіреді. Бұл түсте өмірде бейбітшілікті іздейтін, әрқашан өмірдегі түрлі аспектілерді үйлестіріп отыратын адамдарға тән. Күлгін түс рухани байлыққа, терең ойлау мен философиялық ізденістерге бейім адамдарды білдіреді. Мұндай адамдар өмірдің мәнін түсінуге, өз ішкі дүниесіне үңілуге және әлем туралы ойлануға құштар болады. Күлгін түс сирек кездесетін және асыл түс болғандықтан, ол жоғары мәртебені және бірегейлікті білдіреді. Мұндай адамдар өзіндік ерекшеліктерін бағалап, өздерінің жеке даралығын сақтау үшін әрекет етеді. Ал қызыл түс әдетте құмарлықты, махаббатты және қарым-қатынастардағы жан дүниесінің тереңдігін білдіреді. Мұндай адамдар белсенді, энергияға толы және өздерінің сезімдеріне берік болады. Ал қызыл түс өзіндік сенімділік пен батылдықты көрсетеді. Бұл түс адамдарды өмірде өз пікірін білдіруге, қиындықтармен күресуге және тәуекелдерге баруға ынталандырады. Сұр түс бейтараптық пен объективтілікке бейімділікті білдіреді. Мұндай адамдар көбінесе эмоциялар мен даулардан алыстап ақылға негізделген шешімдер қабылдайды. Сұр түс салқынқандылық пен өз эмоцияларын бақылауға қабілеттілікті білдіреді. Мұндай адамдар өз сезімдерін ашық көрсетуден гөрі оларды іште сақтап, жағдайды мұқият бақылауға ұмтылады. Қоңыр түс адамдарды сенімді, тұрақты және жауапкершілікті сипаттайды. Мұндай адамдар қиын жағдайларда сабырлы болып, ұзақ мерзімді жоспарлар мен мақсаттарға жетуге ұмтылады. Қоңыр түс табиғатпен байланысты және жерге жақын болуды білдіреді. Мұндай адамдар көбінесе ашық аспан астында уақыт өткізуді ұнатады. Олардың табиғатқа деген сүйіспеншілігі мен құрметі жоғары. Қызғылт сары түс өте жарқын және қуатты болып табылады. Ол өмірге деген құштарлық және энергияны білдіреді. Мұндай адамдар белсенді, позитивті және өмірден қуаныш табуға ұмтылады.
Қызғылт сары түс адамдардың ашық достық қарым-қатынаста болуға бейімділігін көрсетеді. Мұндай адамдар әдетте әлеуметтік ортада белсенді, адамдармен оңай араласады және жаңа таныстықтар жасауға құмар.